Қақаған қар аралас соғып боран, ел үркей көк найзалы жау торыған, байғара Жамбыл ханда мен туыппын, Жамбыл деп қойылыпты атым содан, деп өзі жайлы осылай жырлаған. Биыл қазақ халқы жыршысы қарт ақын Жамбыл Жабаевқа 175 жыл толады. Оның әлемге әйгілі ең құнды шығармаларының бірі Ленинградтық өренім. 27 қаңтар қаһарман қала Ленинградтың қоршаудан азат етілген күні болып бекітілген. 900 күн азап шеккен ленинградтықтарға қазақ елінің абыз ақыны, жыршы Жамбыл ақынның Ленинградтық өренім атты жыры өмірге келеді. Ленинградта мыңдаған шақырым шалғайда жатқан қарт ақын жау қолында қалған халықтың жан азабын жақсы түсінді. Ленинградтық өренім Ұлы Отан соғысы кезіндегі поэзиялардың ең таңдаулы туындыларының бірі болды. Бұл өлең қаланы қорғаушыларға күш-қуат берді. Оларды жеңіске жігерлендірді. Халықтың рухын көтеруде ерекше күшті қызмет атқарды. Бұл жырдың Ленинградтық радиосы күніне бірнеше рет оқыды. Ленинградтық өренім. Ленинградтық өренім, мақтанышым сенедің, Нева өзенін сүйкімді бұлағымдай көремін. Көпіріне қарасам, көмкерген су көлемін, өркеш-өркеш жарасқан шоқылардай дередім. Сапырылған көктеңіз шомылдырып кемерін, шамы күндей жайнаған, аспанға үйлер бойлаған, арқа тұтып алыста айбыным деп ойлағам, жасағам жоқ өмірді жау сойқанын көргелі. Төккенім жоқ терімді, шер қырғалы кеудеден, жасалған жоқ салтанат жаудың болуға ермегі. Жауда қалып Ленинград, жарылған жоқ көңгелі, жасағамын өмірді жау біткенді жеңгелі. Саудыратып сүйегін топыраққа көмгелі, Қазақстан жерінен тұтағандай елкегі. Ұрпаққа үлгі болыңдар, заманымның өрнегі, ата-бабаң баяғы аян еді Жамбылға.